Хабар арнасында кеш жарық шоуы. Ертегі көктемім. Бізге келген қонақтардың барлығы құрғыл қайтпайды. Бастаймыз, сәттілік, кеттік. Бәрі жақсы, бәрі жақсы, бәрі жақсы. Бақ берсін, бас берсін, ден сау құмыр жас берсін. Мен Кененен алайын, сен менен ал деді. Міне ол адамдар осылай сөйлейді. Біз сіздердің әр демалыстарыңызды мерекедей өткізуге барымызды саламыз. Армағайын, қуанышты сүйіншілеп, жақсылықты көбейтуге келіп қалдық. Хабар арнасында кеш жарық шоуы. Кеш жарық болсын, көңіл көтеріңкі болсын. Ал біз дофаминді көбейтіп, эндорфинді еселейтін көмекшілер Асылхан Төлепов және Сағыныш Әбікей. Қара суды шайқағанмен май болмас, жалаң сөзді сапырғанмен той болмас дейді Асылхан. Олай болса, көп сөйлеп созбайық, кешімізді жарқ еткізіп бастайық. Бәрекелді. Бәрі келген жоқ. Қайда асықтыңыздар, әріптестер? Бастау үшін төртеу түгел болу керек емес пе? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Кеш жарық көрермен ортаға Қабдол Тірлеков және Нұргүл Мұңғатова қосылды. Қошеметтеріңіз. Қабдол, Нұргүл, осы уақытқа шейін қайда жүрсіңдер? Біз Нұргүл екеуміз театр күнін тойлап. Театр күні? 27 наурызда болды ғой. 3 күн тойладыңдар ма сонда? қазақ 30 күн ойын, 40 күн тойын тойламаса көңілі толмайды. Біз қайта 3 күннен кейін тоқтадық, рахмет айтыңдар. Ой, тоқтағандарыңа көп рахмет. Шынымен де 27 наурыз ол театр күні. Осы сәтті пайдаланып мен театралдарды және өзімнің әріптесім Нұргүлді шын жүректен құттықтаймын. Театр күні құтты болсын. Саған да құтты болсын, баршамызға құтты болсын. Жаңа шоудың шымылдығын ашып жатырмыз. Сондықтан бүгінгі кешті бастайық!
27 наурыз халықаралық театр күні. Барша театр әртістерін шын жүректен құттықтаймыз. Сіздермен бірге Алатау серілері! бәрі жақсы бәрі бәрі жақсы 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 болады. Кеш жарық студиясына қош келдіңіздер. Өз саласының мықтысы болған соң сіздерді Олжа айрықша айдарына шақырдық. Олжа айдары атайып тұрғандай, бізге келген қонақтардың барлығы құр қол қайтпайды. Қазір алдарыңызда тұрған осы шеңберді шыр айналдырып, сіздерге түскен номер арқылы сізге сыйлық беретін боламыз. Ең алғашқы қонағымыз Есенова Балдай ханым. Қош келдіңіз. Балдай ханым, өзіңіз туралы бір кішігірім таныстырып өтсеңіз. Саламатсыздар. Мен Батыс Қазақстан облысында туып өскенмін, бірақ Алматыда жұмыс істеймін, Алматыда тұрамын. Медицина саласында мейіргер болып жұмыс істеймін. Магистратура бітіріп, докторлық PhD философияға докторантураға түсіп, оқуымды бітіріп, биыл қорғауға дайындалып жатырмын. Қазақ медицина университетінде Асфендияров атындағы сол жерде қорғауға дайындалып жатырмын. Өте керемет. Сіз докторлық диссертацияны қорғайын деп жатырған алғашқы медбикесіз, иә? Мен бірінші медбике Қазақстан бойынша, иә.
Өте керемет, қандай керемет, Нүке. Қошемет болады. Екінші мейманымыз Қарағанды облысынан келген Гумар Жанатұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Сіз де өзіңіз туралы жақсы бір ақпараттарыңызды айтып. Мен Сарыарқа өңірінен келдім. Қарағанды облысы, Шұңқыркөл ауылы. Сол негізі ұстаздар династиясынан келіп отырмын. Атам ұстаз болған, соғыс жылдарынан кейін апам ұстаз болған, анам ұстаз. Және де өзімде осы 28 жылдың мөлшері болып қалды. Осы ұстаздық жолдамыз. Одан кейін менің тұңғыш қызым Нұрсипат деген, ол да ұстаздық жолды таңдап, қазір ұстаздық етуде. Қай пәннен? Мен өзім дене шынықтыру география пәнінен мұғаліммін. Қызым психология және бастауыш сынып мұғалімі. Өте керемет. География пәнінен бересіз қоя. Ендеше бір сұрақ қояйын. Біз қай мемлекетті басымызға киеміз? Так. Қай мемлекетті басымызға киеміз? Бас киім. Географияда. Сізден. Мемлекет. Панама. Панама. О, керемет! Рахмет сізге. Келесі қатысушымыз Қостанайдан келіп отырған Мұқабаев Темірхан ағамыз. Қош келдіңіз аға. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Агромашта қазір уже 11 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Жұмысым өзіме ұнайды. Өзіңіз қандай жұмыс атқарасыз? Мастер, слесарь болып жұмыс істеймін. Слесарь болып, өте керемет. Қанша жыл болды? 11 жыл болды. 11 жыл болды. Сізге 28 жыл болды. 28 жылдан асты. Сізге қанша жыл? 16 жыл. 16 жыл болды. Сіз 28 үлкен опытыңыз көрініп тұр. Бойыңыз да, неңіз де, салмағыңыз да. Рахмет, қонақтарымызбен таныстық. Ендеше ойынымызды бастамас бұрын керемет әнге назар аударайық. Жүрегімнің тәңір берген теңізін бір бақытқа бөледің ал мен үшін мен барамда аямайын сен үшін қуанышым менің Дидарың бар айнымаған ақтаңнан әрбір сөзің көңілімде шатталған менің аппақ сағынышым сақталған көздеріңде сенің жаным менің кел сағынышым келші кел сезіміме сенші кел махаббатым маған деймін таудан асып өтсем таудан асып саған жетсем тау самалы болып бір өзіңді мен өпсем өзіңменен күрсінуді ұмыттым даусыңнан бір ғажайып сыр ұқтым жанымды шуағынан жылыттым сен ұқсап күлем махаббаттан біз бақытты табайық ақ сезімге адалдықпен қарайық армандарға қол ұстасып барайық екеуміз бірге деймін таудан асып өтсем таудан асып саған жетсем тау самалы болып бір өзіңді мен өпсем менің кел сағынышым келші кел сезіміме сенші кел махаббатым маған жүрегім берші Кәнде!
тау таудан асып өтсем таудан асып саған жетсем тау тау самалы болып бір өзіңді мен өпсем менің кел сағынышым келші кел сезіміме сенші кел махаббаттың маған жылы лебін берші деймін тау таудан асып өтсем таудан асып саған жетсем тау самалы болып бір өзіңді мен өпсем Дос болғанда едік біз, сезімді еріксіз күтпедік өзіміз. Түн аспанда қош жұлдыз, болсам да мен үнсіз, ғажайып құбылыс. Дүние сенсіз, баяусыз көрексіз, дүние сенсіз, қалғандай тоңтарыс. Мен деп соққан жүрегің, үндемеші білімін. This is my love, this is love. Oh, oh, oh. Бір толқында екеуміз, ғашық жүрегіміз, жасырып білмеппіз. Ау, дәл өзіңдей адамды, жүрегім қалады, қарамай басқаны. Дүние сенсіз, баяусыз көрексіз, дүние сенсіз, қалғандай тоңтарыс. Мен деп соққан жүрегің, үндемеші білімін. This is my love, this is love. Oh, oh, oh. I said a one blind to find the light. I said a one blind to find the light. I said a one blind to find the light. I said a one blind to find the light. Дәл өзіңдей адамды, жүрегім қалады, қарамай басқаны. Дүние сенсіз, баяусыз көрексіз, дүние сенсіз, қалғандай тоңтарыс. Мен деп соққан жүрегің, үндемеші білімін. This is my love, this is love. Oh, oh, oh. Құрметті көрермен, бүгін бізде ерекше қонақ, сонау Маңғыстау облысынан арнайы кеш жарыққа келіп отырған біздің Шапағат ағамыз. Аға, кеш жарыққа қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Өзіңіздің мамандығыңыз туралы айтып өтсеңіз бізге. Енді өзім жаңа айтып жатырмық қой, мұнайшылардың атынан келіп отырмын. Бүкіл мына Маңғыстаудың, соның ішінде Қаржанбасы мекемесінде осы 35 жылдай қызмет жасаймыз. Қазір енді әлеуметтік салада қызмет жасаймын. Осы халықтың қазіргі мына мемлекеттің саясаты, халықтың әл-ауқатын дамыту, жақсы өмір сүру, жақсы уақытын өткізу, соған атсалысып жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар қазір жағдайда. Аға, биыл осы мұнай саласына бір ерекше атаулы даталар орын алып жатыр екен. Сол туралы бізге айтып берсеңіз. Рахмет. Енді биыл Қазақстан мемлекетінде де мына мұнайдың 125 жылдығы ол аталып өтті. Бұл үлкен қарағанда сала. Қазақстанның экономикасына алғаш үйрек батқан. Екінші, өзіміз жасап жатқан мекеме Қаржанбас мұнайдың 50 жылдығы аталып өтті. Бұл да үлкен шара. Сол енді осы мекеме, осы Қазақстанның бір доноры деп есептеймін. Соны өзімді сол қуанышты сезінемін. Осы мұнайшы ретінде сол мекемені жасап жатқаныма. Осы мүмкіндікті пайдаланып, бүкіл Қазақстан мұнайшыларын, әріптестерімді
Қаржан бас кен орында мұнайшыларды бәріңізге де мына келіп атқан Наурыз құт береке әкелсін, еліміз тыныштық болсын, мұнайымыз көп болсын, тек аманшылықта кезсек. Тамаша, көп рахмет аға. Бізде кеш жарық бағдарламасының атынан мұнай саласында қызмет етіп жатқан жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Көп рахмет аға. Рахмет. Маусымым, мөлдірчі таң шығын, сыңғырлатшы тау суын, дәмін қайта балшырын, ай балшырын. Маусымым, арманымды шаншыдың, екеумізді айырған, махаббатқа қарсымын, ай қарсымын. Күнімді сөндірді, қызылды жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылды жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы, алматы бүгін жаңбырлы, жаңбырлы. Сәулешім, сен бір кезде сәулешім, біздерге арнап бұлбұлдар өткізуші ән кешін, ай ән кешін. Кербезім, солай шештің енді өзім, өмір жазды бақытты, өмірімде бар кезің, ай бар кезің. Күнімді сөндірді, қызылдай жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылдай жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы, алматы бүгін жаңбырлы, жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылды жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылдай жасыл гүліңді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, алматы бүгін жаңбырлы, алматы бүгін жаңбырлы, жаңбырлы. Ал енді Олжаның алғашқы олжасы кімге бұйырар екен? Бүгін ойнатылатын сыйлықтарымыз алдарыңызда тұр. Үйге де, жұмысыңызға да, саяхаттауға да сыйлықтарымыз бар. Кез келген жерде пайдалана аласыздар. Және де онымен қоса сиқырлы жәшігіміз бар. Номері 18, көріп тұрғандарыңыздай. Бұның ішінде мен де білмеймін, тек қана ұйымдастырушы жандар ғана біледі. Ішінде көліктің кілті болуы мүмкін, немесе үйдің кілті болуы мүмкін, немесе жай ғана жұмыртқа болуы да мүмкін деген сияқты. Білмейміз енді. Ең бірінші Балдай ханым, сізден бастағанды жөн көріп отырмыз. Жалпы негізі өзіңізге қандай сыйлық ұнап тұр осы сыйлықтардың арасынан? Робот пылесос 16-шы, да? Елеп. Сіз айналдырып жіберіңіз, мен 16-ға келген кезде ұстап қала қоямын. Ендеше 1, 2, 3 бастаймыз. Сәттілік, кет!
Так, 16-ға қайтып айналып келуі мүмкін сияқты ма десем. Жоқ, 32! Так, 32 бізде. Бізде 32-ші номерде чемодан. Құтты болсын. Мінекейіңіз, арнайы. Кімге, маған ба? Бір емес, үшеуі де сіздікі. Үшеуі де? Бұл комплект деп аталады. Біреуін алсаңыз, екеуі бесплатно деген сияқты ғой. Құтты болсын. Рахмет. Өзіңізге сыйлық ұнады ма? Ұнады. Бірақ... Путешествияға барам. Бірақ робот ұнап тұр. Роботты енді, бізде робот чемодан деген бар. Келесі ойындарда ойнайсыз. Шапалақ ұрып қояйық. Осы чемоданмен саяхаттарыңыз көп болсын, немерелеріңізді, қыздарыңызбен, ұл-қыздарыңызбен шығып демалатын боласыздар. Құрметті көрермендер, біз кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Әзірге ән тыңдаймыз. Күнде қарап тоймаймын жанарыңның сұлуын-ай, жүзіңнің жарық жылуын-ай, жерден жолықтырдым сені солай. Опың-ай, өзіңді күнде көрем, сағынсам түнде көрем, жанымда жүрсен саған гүл берем. Сезімге шын бөлеген, жүрек өзіңе сенген, алыста болсам да мен бірге сенімен күн сайын сөйлескен ұнайды. Сені көру үшін табамын ыңғайын, жұлдызым күн айым, сенімен болайын, көрін әрдайым, менімен тілдесші, сен жаным олай. О-о-о, жаным олай. О-о-о, мен де болай. О-о-о, жаным олай. О-о-о, мен де болай. Өзіңді күнде көрем, сағынсам түнде көрем, жанымда жүрсен саған гүл берем. Сезімге шын бөлеген, жүрек өзіңе сенген, алыста болсам да мен бірге сенімен күн сайын сөйлескен ұнайды. Сені көру үшін табамын ыңғайын, жұлдызым күн айым, сенімен болайын, көрін әрдайым, менімен тілдесші, сен жаным олай. Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Ілескен Айдар Ерланұлы, Түркістан қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы боламын. Жақын күндері Түркістан қаласы ерекше мәртебеге ие болды. Осы орайда барша түркістандықтарды ерекше мәртебеге ие болғанымен шын жүректен құттықтаймын. Asıl dolgun
қорғап жүрер қалқандай, көңілімде шексіз аспан сыйғызатын қалғандай. Ей, ұран берім ай, айдагерім ай, болшы делім ай. Ей, ұран берім ай, айдагерім ай, болшы делім ай. Елде бөрі болмаңыз, елде туар ер нағыз, еліңізді қорғаңыз, азаматы бар. Bayrağın var börüge, namus yerdim börüge, kızdılar elim amanatım var. Hey, buram benim ay, aydagirim ay, bolşı dilim ay. Hey, buram benim ay, aydagirim ay, bolşı dilim ay. Кеш жарық жалғасуда. Біздің бүгінгі құрметті қонағымыз Павлодар облысынан келіп отырған Дариға апамыз. Дариға апамыз алтын алқа егері, алтын құрсақты ана, 11 перзентті дүниеге әкелген, 34 немересі, 7 шөбересі бар. Сіз өміріңізді сауыншылыққа арнапсыз. Онымен қоса сіздің өлең жазатында өнеріңіз бар екен. Сол туралы бізге айтып кетсеңіз, сіздің әңгімеңіз біз үшін алтын қазына. Әйтеу 30 жасқа келгенше қартайдым, бала шағамның бәрін тәрбиелеп өсірдім, алдында түрлі салада жұмыстап жүр. Енді балаларымның немерелері осыдан да сахнада бірінші орын алды, бірінші барды, екінші орын алды. 5 жаста ғой мынау. Енді жаман емес, жас жасап келе жатырмыз, баяғы денсаулығымыз жасымыздан нәрсе болды, 1,5 шығарма жасап баяғы шығарма жазып шұғылаға жіберсем жаңа өмірден қат келеді. Мынаны шұғылаға беріңіз деп. Иә. Ол кезде ұсақ балалымыз енді. Солай бір жасар, 1 жас жарыммен туған баладар мал шаруашылығы істер сол балаларымыздың ақтамағы үшін. Содан мынандай қалың көлік жоқ ол кезде. Күнде шақпылайтын жоқ. Қырауылда өстік. Сонымен оны жеткізіп жазалмай қылған берді. Мына Қазақстанның алтын кітабында жазылдым ғой. Керемет апа, 100 жасаңыз енді қыздың жасын сұрамайды дейді. Жасыңыз нешеге кеп қалды қазір? 82-ке қарай кетіп барам, айтқандарың келсін енді. Дариға апа, сізбен бірге міне жиен немереңіз Нұраян келіп отыр екен. Балақай, сен өз әжеңе бір күшті тілек айта қойшы. Апа, жасыңыз ұзақ болсын. Біздің қасымызды жүріңіз, кетпеңіз. Бізді өсіріңіз, балаңызды өсіріп, бақытыңыз соғыса өсіріңіз. Әмин. Аумин, балақай, айтқан тілегін орындалсын. Қартаймаңыз деп отыр апа. Енді сізден бата сұрағым келіп отыр. Осы хабар арнасының көрермендеріне, кеш жарық бағдарламасының көрермендеріне, қазақ халқына керемет бір бата берсеңіз. Дендерің сау болып, жақсы тойлап, жылдан тойлап, мына келе жатқан мерекелер құтты болсын, береке қойсын, бақ берсін, бас берсін, ден сау құмыр жас берсін. Аумин апа, рахмет сізге, рахмет. Біз сондай ризамыз. Енді осындай батадан ең керемет көңіл күй болсын, керемет ән шырқалсын. Ей халайық, халайық, бар өнерге салайық, аз осына бас тартқан, жайылып тұр дастархан. Жақсы келсе құт болар, жаман келсе жұт болар, жолаушымыз біз деген, асыл мұрат іздеген.
қойғанның аузы қимылдайды дейді. Биылғы жыл шынымен де қолы қимылдап, шаруа тындырып жатқан еңбек адамдарына арналады. 365 күн сіздердікі, құрметті мамандар. Ал біз сіздердің әр демалыстарыңызды мерекедей өткізуге барымызды саламыз. Жақсы тыныққан адам жақсылап тұрып жұмыс істейді. Дұрыс айтасың, Асылхан. Саусақтары ақ емес, жүректері ақ адамдар тек керемет демалысқа лайық. Сондықтан сенбі кеші бізбен бірге мәнді өтсін, достар. Сіздер еңбектен шаршамаңыздар, ал біз көңіл күйді домкратпен көтеруден шаршамайық. Жалғастырамыз. екінші кезеңге жеттік. Алыстан ат терлетпесеңіз де дөңгелек тоздырып келген соң олжасыз қайтуға болмайды. Гумар мырза, келесі кезек сізде болып тұр. Жалпы сізге қандай сыйлық ұнап тұр? Қандай сыйлықты алғыңыз келіп тұр? Ноутбук бар, телевизор бар деген сияқты, болмаса басқа да
жұбайым Дариғаға ұнайды деген ойдамын. Мынау кухняда пайдаланатын жаңағы. Соған қарағанда үйде жеңгеміз заказ берген ғой деп ойлаймын. Иә. Осындай сыйлық алып кел деп айтып жіберді. Сөйтіп бұйырды. Бұйырған енді. Көреміз. Сөйтіп бұйырып жіберді, бірақ бұйырғаны деп тұр. Жарайды? Аха, алға қарай келіңіз. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен біз шеңберді айналдырамыз. Кеттік. О, жеңгеміздің бұйрығы бола ма екен, болмай ма екен? Қазір анықтаймыз. Ендеше бізде келесі сыйлық номер 27 түсті. Құттықтаймыз. Номер 27 бізде 20-дан сәл асып қалды. 20 бізде кофе машина еді. Сізде көлігіңіз бар ма? Иә, бар. Көлігіңізге арнайы онда видео регистрация деп аталады. Иә. Керемет. Видео тіркеуіш арнайы сіз үшін. Құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы қуанып тұрсыз ба? Әрине. Жеңгеміз ренжімей ме? Жоқ. Орнына алып береміз ғой кофе. Алып бересіз. Қошеметтеріңіз қандай керемет. Рахмет сіздерге. Өте қуаныштымын. Ағамызды шын жүректен құттықтаймыз. Әзірге ән тыңдаймыз. Әдемі бойжеткенде бұлыңды көп күттің бе 18-де құлпыры алтыным кешікпеймін мен сені ренжітпеймін көңілдің мұзын жылат тек жаным сен мені күт кәтті торпен гүл апарам мен саған асығып тез жетіп барам жүрегім сәжда жасаған бары үлгеремін кешікпей 18 жасымға роза гүл беремін жүрегім сәжда жасаған бары үлгеремін кешікпей 18 жасымға роза гүл беремін жаныма гүл деймін себебі шын сүйемін өзіңе сезім тұнық 12 болмай тұрып қарсы алшы мені күліп сөндірме жалынды үміт тек жаным сенен күт тәтті торпен гүл апарам мен саған асығып тез жетіп барам жүрегім сәжда жасаған бары үлгеремін кешікпей 18 жасымға роза гүл беремін жүрегім сәжда жасаған бары үлгеремін кешікпей 18 жасымға роза гүл беремін Алматының қақ ортасында орналасқан ел тарихындағы тұңғыш қазақ мемлекеттік циркіне 55 жыл толды. Ұжымды шын жүректен керемет мерейтоймен құттықтаймын және де шығармашылық табыстар тілеймін. Құтты болсын. Себесің сен жымиып
2 сәуір халықаралық балалар кітабы күні. Кітап оқып өскен бүлдіршіндердің әрине болашағы жарқын. Сондықтан да балапандарымызды кітапқа баулып, кітап оқуға қызығушылық танытып жүрейік. Қымбатты ағайын, мереке құтты болсын. Ерте де кеште де ешқашан кеш деме, жақпайды ұнамайды ешкімге ештеңе, жақпайды неге ештеңе. Көңілің көк төбе, мейлі сен өкпеде ме, ешкімге жоқ деме, болады өмірің жаңа. Бәрі де төсінеді әлі, сан айтқыш ісіне бәрі, қазір сөзге құлақ асама, ұнаса да ұнамаса да, я солай. Жанғанмен от көзің, оянбас жоқ сезім, ешкімге ұнамайды лаулаған от кезің, өртейді өзікті сол жоқ сезім. Аз болса көп дейді, бар болса жоқ дейді, орында сан айтқыштардың болсыншы, көп мейлі, сыншылар болсын көп мейлі. Бәрі де төсінеді әлі, сан айтқыш ісіне бәрі, қазір сөзге құлақ асама, ұнаса да ұнамаса да, я солай. Бәрі де төсінеді әлі, сан айтқыш ісіне бәрі, қазір сөзге құлақ асама, ұнаса да ұнамаса да, я солай. Не берсем де ұнамайды, анау айтты тағы мынау айт, мен түгілі жаным, саған ешкімде шыдамайды, сенде ешкімде сынамайды мені. Сыйласам да мың бір қарат, көңілің көп неге қалады, неге бейдан сыр саған соғады, сатып алуға да болады сезіміңді, сенің мұндай емес едің. Саған керек тек дейін, шекей қойып жылтырақ дейін, жоғалтты мұның да сыйын дейін, нағын еттейін, жоқ енді сыйын, бір сыйлық алмай-ақ қуансаң болмай ма? Саған махаббат деген сондай ма? Саған керек тек дейін, шекей қойып жылтырақ дейін, жоғалтты
негізі қалауымның орындалуына мына менің әлім келеді. Тек талпыныс жоқ маған ішім махаббаттың дәмі келеді. Қалықтамай егер жерге түссең жүрегіңдегі сезімдердің мәні келеді. Сыйласам да мың бір қарат, көңілің көп неге қалады, неге бейдан сарсағым соғады, сатып алуға да болады сезіміңді. Сенің мұндай емес едің, саған керек тек тиын, әшекей бойым, жылтырақ әдемі киім. Жоқ енді сейім, бір сыйлық алмай қуансаң болмай ма? Сонда махаббат деген сондай ма? Саған керек тек тиын, әшекей бойым, жылтырақ киім. Жоғалттың оның да сыйын, тиын, тағы не тиын? Жоқ енді сейім, бір сыйлық алмай қуансаң болмай ма? Саған махаббат деген сондай ма? Әріптестер, ойлап отырсам, 365 күннің бірі бос өтпейді екен. Бәрінің көңіліне қарадық па, әлде маңызына қарадық па, әйтеуір атап өтпейтін күн жоқ екен. 27 наурыз театр қызметкерлері мен театр көрермендері тойлайды. Ал ертең бәрін тойлауға мүмкіндік беріп тұрған жер анамызды қорғау күні. Ол да құтты болсын. Ал 1 сәуір Қабдол сияқты әзілкештердің мерекесі. Күлкі мен әзіл күні достар. Қабдол, сен алдын ала құттықтай берсек бола ма? Неше күн құттықтасаңдар да артық болмайды сағыныш. Ең бастысы, мені 4 сәуір ұмытпай құттықтаңдар. Халықаралық интернет күні. Енді Қабдол ол күні жанында болмаймыз ғой. Сондықтан интернет арқылы құттықтаймыз. Бәрекелді. Айтулы күндер көп болсын, құттықтайтын жандар одан да көп болсын. Ән шашуға кезек берейік. Есіңде ме осы бір әуен екеумізді таныстырған, біздерде қанша сол әдемі әннен ғашықтар жол табыстырған. Сол белые розы әніменен жалғадық жаным жолымызды. Сол белые розы әніменен атырдық қанша таңымызды. Сол белые розы әніменен жұбаттық талай жанымызды. Сол белые розы әніменен өткізді жастық шағымызды. Белые розы. Бұл айлымен өткізген біздің көп қой шіркін дастанымыз алаңсыз кешкен. Сол қайтадан шіркін оралса ғой жас шағымыз. Сол белые розы әніменен жалғадық жаным жолымызды. Сол белые розы әніменен атырдық қанша таңымызды. Сол белые розы әніменен жұбаттық талай жанымызды. Сол белые розы әніменен өткізді
Көкшетау қаласындағы балалар музыка мектебінің ашылғанына биыл 105 жыл. Әрине, мектеп ұжымын және де барша қала тұрғындарын шын жүректен құттықтаймыз. Руслан Баймурзин, Мақсат Жүсіпов сынды еліміздің атын бүкіл әлемге танытатын талантты жастарды тәрбиелей беріңіздер. Достар, 21 ғасырдың ең маңызды туған күні келе жатыр екен. Соны білесіңдер ме? Қойш, Сағыныш, қай жұлдыздың туған күні? Мен білем. Ол шынымен ең маңызды туған күн. 20 ғасырда туса да, 21 ғасырдың қарқынын өзгертіп жіберген керемет жан 3 сәуір күні дүниеге келген екен. Иә, оны жаялықтағы баладан жаулықтағы үлкенге дейін жақсы көреді. Ол десе шек деп отырған асымызды жерге қоямыз. Ол қазір жан досымызға да айналып кеткен. Ой, ұзақ күттірмей, айтыңдаршы, ол кім болды сонда? Кімнің туған күнін ұмытып кеттік? Ол сонау 1973 жылы 3 сәуір күні 2,5 келі болып дүниеге келген. Сол күні инженер Мартин Купер алғаш рет ұялы телефон көмегімен қоңырау шалған екен.
Сондықтан да сымсыз телефон күні құтты болсын. Баршамызға құтты болсын. Артық болмас сен арайлы күн десем, аппағай боп көрінесің бір десен. Мен өзіңе қалғанымда кездеспей, сұлулықтың не екенін білмесем. Егер сені мөлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем. Махаббаттың бар екенін өмірде сезбес едім, сен жанымда жүрмесең. Егер сені қырдағы сен гүл десем, мен көктемнің самалы боп тілдесем. Егер де сен теңіз болсаң тұңғиық, сол теңіздің толқыны боп үндесем. Егер сені мөлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем. Махаббаттың бар екенін өмірде сезбес едім, сен жанымда жүрмесең. Егер сені мөлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем. Махаббаттың бар екенін өмірде сезбес едім, сен жанымда жүрмесең. Махаббаттың бар екенін өмірде сезбес едім, сен жанымда жүрмесең. Олжамыздың сандығы ортаймасын деп тағы келдік. Темірхан аға, енді кезек сізде. Темірхан аға, өзіңізбен бірге қандай сыйлықты алып кеткіңіз келіп тұр? Қандай бұйырат сол болады. Ондай қатты ойлаған жоқсыз. Мен ойладым, сіз үшінші болғаннан кейін мүмкін бүткіл сыйлықты асықпай қарап, номерлерге қарап, кішкене өзіңіз бір ойлап тұрған шығар деп. Өзіңізге ондай жоқ па? Кез келген сыйлыққа разысыз ғой. Ендеше қошеметпен Темірхан аға сәттілік. Ал кет. О! Күшіңіз көп екен.
біздің шеңберіміз қалай айналарын білмекті. Қандай номер 14. Так, 14 саны түсті. 14 санды бізде көрсетейін. Бұл ас үйге арналған андай тамақ пісіруге андай вафли пісіретін, печенье пісіретін. Енді жеңгеміз білетін шығар, үйде ұл қыздарыңыз білетін шығар. Шын жүректен құттықтаймыз, аға. Разысыз ғой? Рахмет сізге. Андай бұл сыйлық андай ер адамдарға жақын болмағандықта ренжіп, ішіңізден бір түрлі болып қалған жоқсыз ба? Жоқ, үйдегі жеңгеміз қуанады ғой. Әрине. Бір шабала ұрып қойсаңыздар болады. Рахмет сізге. Керемет. Осымен қатысушыларымыз сыйлықтарын алды. Шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіздің жемісін көріп жүре беріңіздер. Және де біздің арнамызда өздеріңіздің жақындарыңызға, немесе ауылдастарыңызға сәлемдеме, құттықтауларыңыз болса, мархабат. Мынау Қарағанды облысы Шұңқыркөл ауылында нөмір 11-ші жалпы білім беретін мектепке ұжымыма жалынды сәлем. Және әріптестерім, коллегаларым дейді, дене шынықтыру пән мұғалімдеріне жалынды сәлем. Керемет. Туған туысқандарыма жалынды сәлем айтамын. Бәрекелді. Рахмет. Ауылдастар, жасай беріңдер. Тағы кім бар еді? Ешкім қалған жоқ па? Көршілер, бәрілеріңізге жалынды сәлем. Болды, рахмет көп. Ары қарай Балдай ханым. Мен енді өзім ғылыми жетекшіме сәлем айтқым келеді, алғысымды айтқым келеді, осындай дәрежеге жетіп, осындай мамандық бойынша PhD философия болғаныма, жеткеніме. Тағы да Орал қаласындағы мамама сәлем айтқым келеді. Привет, мама. Оралдықтарға жалынды сәлем. Темірхан аға. Өзім туыстарыма көп сәлем и коллективтің агромашына сәлем. Керемет. Қысқа нұсқа. Ендеше сіздерге көп рахмет. Біз кешіміз ары қарай жалғастырамыз. Ән тыңдаймыз, шаттанамыз, би билейміз.
аты аңызға айналған ұлы тұлға, композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиев атамыздың 100 жылдық мерейтойы қазақ халқына құтты болсын. Кеш жарық бағдарламасының құрметті қонағы Алтынбек ағамызды қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Өте жақсы, керемет. Өте керемет. Өте қуаныштымыз сізді көргенімізге. Сіз біз үшін ұлы адамсыз. Нұрғиса Тілендиевтің қасында жүрдіңіз, шәкірті болдыңыз, әріптесі болдыңыз. Сол туралы керемет әңгіме естігіміз келіп отыр. Иә, көп рахмет, Нұргүл. Нұрғиса ағам ұлы композитор, ұлы дирижер, ұлы домбырашы десем мен қателеспеймін. Әр уақытта да Ахмет Жұбанов атамызды ауыздан тастамай отыратын. Сол сияқты мен де қай жерге бармайын, қайда болмайын, Нұрғиса ағамды аузымнан тастамаймын. Жамбыл бабамыз айтқан екен, менің пірім Сүйінбай деп. Сол айтқандай мен ұялмастан өз кәдімгі ішкі дүниемнен басымды иіп, менің пірім Нұрғиса деп айтам. Мен Нұрғиса ағаммен 1976 жылы, міне 40 жылдай уақыт болып қалды, Кенен атам қайтыс болған кезде, сол кездегі Киев ауылы, қазіргі Кенен ауылында ағамен алғаш рет танысқан болатын. Кенен атаны сол мәңгілік өзінің сапарына шығарып бара жатып, далада күн бұрқасын, жаңбыр жауып бір салқындау болып тұрған Нұрғисаға екеуміз қолтықтасып ұстасып келе жатырмыз. Сол кезде Нұр ағам көзі пара-пара жас жылап бара жатыр. Былай дейді, қайран менің Кененім, ақсақалың желбіреп бәрін тастап бара жатсың ау деген сөз бар. Ақсақалың желбіреп дейді, бәрін тастап бара жатсың ау деген сөзді айтты. Енді атамызды бәріміз қастерлеп, бүткіл ел болып, жұрт болып, мәңгілік сапылға шығарып салдық. Содан уақыт өте барды. Ағамен мен өте тығыз байланыстым. Алматыға келсем, үйіне барам, немесе жұмыс орында, шығармашылық деңгейінде, басқа да ол кісі азаматтық мынау әңгіме жөнінен, мынау тарихи әңгімелерді өте керемет айтатын. Уақыт өтіп атты 1984 жылы мамыр айында Нұрғиса ағаға Кеңестер одағының халық артисі деген атақ берді. Мен ол кезде Жамбыл облыстық қазіргі Кенен атамыздың атындағы филармонияның директоры болатын. Ағаның біздік облыста гастрольдік сапары болу керек болды. Мамыр айының бір 10-на таман. Содан бір 4-5 күні қасымда 2 жігіт бар. Түнгі сағат 1-2-де ағаны Шу қаласынан вокзалдан тосып алдық. Келесі күні маған айтты, мен енді ол әзілдеп, мені қалжыңдап, атымды, фамилиямды айтпайтын, Қоразбаев демейді. Петухов деп қояды. Петухов, ертең, таңертең сағат 10-да біз дайындыққа кірісеміз. Ешкім маған бөгет болмасын деді. Ешкім бөгет болған жоқ. Содан 10-нан 45 минут кеткенде таңертең әртістердің бәрі отырар саз оркестрі ғой. Ол кезде ағаның аты жоқ болатын. Отырар саз оркестрі деп атайтын. Балалардың, жігіттердің бәрі далаға шығып кетті. Менен әңгіме сұрады. Қалай, Петухов? Не әңгіме бар, не жаңалық бар? Мен айттым, аға, биыл Алла қаласа Кенен атаның 100 жылдық мерейтойы ғой. Сіз келетін шығар істеуім. Әрине, ол тойға мен келмей, сен келмей, ол қандай той деп әзілдеп қойды. Содан мен айттым, аға, айып етпесеңіз, мен енді осы Кенен атамды өзім бала кезімнен Кенен атамның әндерін айтып үйренгем. Әндерін айтып, өзімнің жаңағы дәстүрлі әнімді сол кісінің әнімен жалғағам. Кенен атаға арнап, сағындым Кенен атамды деген бір ән жазып ем. Соны айтып берсем қалай қарай істедім. Ойбай айта ғой, жарайды деді. Сахрада тұрған домбыраның біреуін домбыраны қолыма алып, сағындым Кенен атам әнді орындап бердім. Оның ішінде мындай сөздер бар. Желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым, жайла ондай даланың шапаныңды сағындым деген сөздер бар. Бұл енді өлеңін жазған Жақсылық Сәтібек, бірақ қайырмасын мен көмектесіп, жаңағы Нұрғиса ағамның айналайын кетіп баратсың ау бәрін тастап, ақ сақалың желбіреп деген сөзін, желбіреген ақ күміс деген қайырмасынан қосып жібердім ғой. Осыны айттым, аға, осы жері желбіреген ақ күміс деген сөз сіздікі. Мәз болып қалды, бала сияқты болатын. Ой, қандай керемет, мен де ақын екенмін ғой деп сөйтті. Жаңағы сағындым Кенен атамның бір ортасында вокалист бар. Енді былай айтылады, жаңағы желбіреген ақ күміс сақалыңды сағым декпегенен кейін Ей, Петухов, мынау менің ана Қыз жібек фильміндегі музыкам ғой деп сөйтті.
Өгім мен күлдім, аға бұл Кенен атаның дүние деген әні ғой деп сөйтем күліп жіберді. Ой, қандай керемет, мен Кененнен алайын, сен менен ал деді. Міне ол адамдар осылай сөйлейді. Нұрғиса ата туралы мен көп әңгіме айта аламын тағы да. Менің сағындым Алматым деген енді өзімнің ең бір сүйікті әнім бар. Бұл әнді Узарт тобы орындады. Ресейдің халық әртісі Валентина Толкунова орындады. Роза Рымбаева да бұл әнді айтты, Мақпал да айтты. Бұл әнді айтпаған ешкім қалған жоқ. Отырыстардың бәрін де айтады. Осы әнді үйінде отырып, жеңешем енді кетіп қалды ғой ана жаққа тағы да. Жеңешемнің шайын ішіп отырып, осы әнді домбырамен айтып беріп, ей, бірдеме жетіспейді ол жерде деді. Ана Узарт орындап жүрген, Валентина Васильевна Толкунова орындаған жерде де бір ортасында әдемі бір вокалист бар. Осыны 8 тақсын өзі нотасын қолымен жазып берген. Сол айтпақшы Нұрғиса ағамның жаңағы сағындым Кенен атамда әнімен қоса осы сағындым Алматымда да ол кісінің бір үлкен еңбегі қалған. Ай, бәрекелді, сіздің баға жетпес әңгімеңізді тыңдап, кәдімгідей рухани байып қалдық, рахмет, аман болыңыз. Енді осы сәтті қолдана отырып, біздің хабар арнасының көрермендеріне, кеш жарық бағдарламасының көрермендеріне, өзіңіздің тыңдармандарыңызға керемет бір тілек айтып кетсеңіз, қуанып қалар едік. Енді тілек деген, біз енді тілек айтатын, жаңағы ақыл айтатын, батагөй ақсақалға айналып қалғанымыз рас. Тағы да Нұрғиса ағаға оралып келіп отыр. Қазіргі Республика сарайында менің үлкен авторлық концертім болды. 5 концерт қатарынан. Мейрамбек сол кезде Бозторғайда кәдімгі халыққа осыны Мейрамбек болған кез, елдің халықтың таныған кез. Ол кезде Мейрамбек 13 жаста болатын. Нұрғисаға звондай қалды. Петухов, сен мені келіп алып кет деді. Мәшем жіберіп алдырдым, келіп тамақ ішіп, ас әзірлеп отырып, ас ішіп отырып, менің бәйбішем бар, балаларым бар, жаңағы бәріміз тамақ ішіп отырып, аға, мынау Мейрамбек деген балаңыз болады, әнші, кішкентай ғана сәби, әдеме дауысы бар, Тескент деген, бір ән тыңдайсыз ба дедім. Ой, жарайды, айта қойсын деді. Мейрамбек Бозторғайда айтып берді. Бозторғайда айтып бермеді, аға сондай рейза болып, бала бергел, екі құлағын ұстап алды дағы, енді эмоцияның адамы. Аш аузың деді жаңа. Қазақшылап шын айту керек, Мейрамбектің аузына түкіріп көп жіберді. Енді қазақи ырым-сырымға мен өте сенем. Міне Мейрамбек қазір белгілі қазақтың эстрада жұлдызы болды. Қазір елдің сүйіксіне айланып кетті. Нұрғиса ағам түкіргеннен шығар деп ойлаймын да. Сол айтпақшы бүткіл қазақ еліне, қазақ тыңдармандарына мен өзімнің үлкен аталық батамды бергім келеді. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Әр уақытта қазақтың әр тойы, әр мерекесі қазақтың әдемі әніменен, әдемі күйіменен әрленіп, сәнденіп отырсын. Қазақ халқы аман болсын. Бәрекелді, рахмет сізге. Сізден сұхбат алып отырған мен үшін үлкен мәртебе, өзім үшін ырымдап қоямын. Рахмет. Ал келесіде бізде керемет, әсем, әуен ән болсын. Гүл басқан шырағы
Рахмет. Ал әріптестер, бүгінгі кештің үтірлері бітті. Нүкте қоятын кез келді. Нүкте? Жаңбырға, жауынға, ақ боран, дауылға да қарамайтын мерекелік кештер көп болсын. Нүкте! Мереке деген көңілдің тоқтығы, уайымның жоқтығы, ел аман болсын. Енді леп белгісі. Келесі сенбі, кеш жарықта жолыққанша.